Ассалаумағалейкум, қалың елім, қазағым, армысыздар, алталаш алдарыңызда Серікжан Біләшұлы және Орынбекова Боранкүл Қожатай қызы. Бүгінгі сұхбатымыз аса сұмдық оқиға туралы болмақ. Қазақ қоғамындағы сіз білетін және білмейтін, бірақ жұрттың бәріне күнделікті кезігіп жатқан оқиғаларды бұдан кейінде, бұдан бұрында біз жұрттың назарына ұсынғанбыз, бұдан кейінде ұсына береміз. Енді осындай таңғажайып және біздің қоғамымыздың удан ащы шындығы, болашақ ұрпақ үшін алғанда қанмен жазылған тарих, бірақ дәл қазіргі біз үшін алғанда біз жасап отырған өз еліміз, өз отанымызда зұлымдыққа ұшырап отырған қорғансыз қазақ халқының бір өкілінің басындағы оқиға туралы болмақ. Ендеше оқиғаның куәгері алдарыңызда қазақтың алтын анасы Боранкүл Қожатай қызы Орынбекова. Ендеше апа, сөз кезегі өзіңізде. Аман есенсіз бе? Құдай қуат беріп, аман жақсы жүріп жатсыз ба? Аман есенсіздер, айналайын. Рахмет. Құдайға шүкір, жүрміз. Бірнеше күн Тілек Ниязбекұлы арнайы өтініш айтып, сіздің мәселеңізді маған жеткізген болатын. Сосын дәл сол Тілек Ниязбекұлы хабарын жеткізген кезде сізбен сұхбаттаспақшы болдым. Берген нөмірмен сізді жол сапарда деді. Енді қазір міне өзіңіз тұрақтап, жетер жеріңізге жеткен екенсіз. Бүгін енді сұхбаттасудың кезегі келді. Ендеше әңгіменің тиегін ағытыңыз, сөз кезегі өзіңізде. Бүкіл қазақ жұртына, болашақ ұрпаққа, тыңдап отырған күллі қазақ еліне және біздің арнамызды бақылап отыратын халықаралық адамдық құқық ұйымдарына сіздің әңгімеңіз енді қол жетімді. Ендеше сөз кезегі өзіңізде. Менің ұлым 22-ші жылы айдың 30 күні түсқайта үйден шығып кетіпті. Мен ертеңіне 31 күні түн жарымда келдім Түркиядан. Мен балам келетінімді біледім, мені күтіп отырған. Ол қалай кетіп қалды, неге кетіп қалды, ешкім білмейді. Ол ауылдың баласы, қара шаңырақтың иесі. Бауды суғарамдап, баудың арығын шауып жатқан кезін 30 күні үлкен балам үйінен тамақ әкеп берген, арық шауып жатқан дейді. Сол күні түсқайта кетіп қалған. Кім алып кетті, қалай кетті, ешкім білмейді. Содан келгеннен кейін біз оны іздедік. Мен бауырларым айтты, ол полицияға бермей қойыңдар, өздеріңіздіңдер. Өйткені олар іздемейді деді. Біз содан іздедік, бүткіл. Мен көп балалы анамын. 4 ұлымның ең кенжесі бұл. Содан таппадық. Таппа қосан. Қолыстан 1-2 адам көргеннен кейін сол Абайск роботысына бердік. Сентябрьдің 28 күні. Табамыз деді, таппады. Декабрьдің 10-дарына мен бір журналист қызымды ертіп бардым. Сонда олар жаңадан Қазығұрт ауданы мен Төле би ауданына хабарлап жатыр, бойызын деп. Бойы 1,90 еді. Содан олар таппады. Үнен кейін 23-ші жылы Дәлбекке кірдім. Февралдың 8 күні. Ол 3-4 күннің ішінде тауып берді. Өлген, көміп тастаған деп хабарламаған. Ең болмаса компьютерге тіркемеген, жасырып көмген. Содан өнен кейін мен Дәлбекке қайта кірдім. Бұл қалай өлді, мәйітті ашыңдар, қылмыстық іс қозғаңдар, неден өлді бұл? Бәрін анық-анығын білім келеді деп. Ол бір адамға тапсырды, ол адам істемеді. Істемей қойды. Сонан кейін мынау Астанаға жүгірдім. 1 емес 2 рет, 2-ші рет барғанымда екінші рет бардым Астанаға. 23-ші жылы 10 айдың 17 күні бас прокуратураға кірдім. Ол Шымкентке қайта жіберді. Шымкенттің Мұханов Ғабит Қасымбекұлына 23-ші жылы 10 айдың 31 күні баламыз екеуміз кірді қабылдауына. Ол бір адамға тапсырды. Ол да істемей қойды. Ол Мұхановқа 7 рет арыз жаздым. Жаңағы баяғы
менің соттың шығарған қаулысының көшірмесін 1,5 айда жібереді де тұрады. Одан кейін Нұрман Ботабек деген шақырды. Шымкент қаласының департаменттің бастығы Сейітовтің адамы. Ол да жым-жырт болып кетті. Содан кейін Астанаға бардым. Полковник Түсіпов Сайран МВД-дан. Ол маған мәйітті ашуға көмектесті. Астанадан эксперттер жіберді. Сөйтіп экспертизаны ашқан кезде ол Сайран Абуов Талғат дегенге тапсырды. Ол істемей жауып тастады ода. Бірақ мәйітті ашқанда білдік оның ағзасын алып қойған. Бүткіл ағзасынан еш нәрсе жоқ. Менің балдарым басында болды. Эксперттердің тексеріп жатқанда. Басындағы миының ішінде де еш нәрсе жоқ. Бүткіл ағзасы жоқ. Біз алдын ала білгенбіз. Оның ағзалары, бүйректері, жүректері 3 жылға дейін сақталады екен. Бір түйір нәрсе жоқ. Тек толтырып тастаған матаменен шүбірек. Кәдімгі шүбіректі ұзыншағы бүктеп, әдемелеп ішіне толтырған. Қабат қылып. Миына да солай толтырып тастаған. Ешқандай еш нәрсе жоқ. Содан кейін мына төс сүйегінің жоғар жағында тамаққа тағылған жерде бір саусақ сиятын тесік болған. Ол эксперттер сол кезде айтыпты, тексерді ғой сол кезде. Балдардың басында болды, балдардың да саусағын соғып көріпті, жып-жылтыр дейді. Олар айтқан, бұны егер темірмен оқпен тесетін болса, мына төс сүйекте жарықшақ пайда болады. Бұны бұрғымен тескен деген. Сөйтіп бізге сүйегін алып берді, өздері Астанаға сүйектерін алып кетті. 20 күн ішінде тексеріп хабар береміз деді. Мен майдың 5 күні жүрегімнен областной больницада ота жасады жүрегіме. Орнынан тұрамай жатыр ем, 6 күні маған мынау звондады мынау. Өмірбек Оралбекұлы Зиябек деген. Әл-Фараби ровдысынан. Осындай балаңыздың несі келді деп, мен сондай неде жатырмын дебем, үндемей қоя салды. Оны кейін мен жаным шыдамады. 11-ші күні больницадан шыққан соң бардым. Күн жауып тұрған. Балдарым Түркістанға командировка кеткен еді, ешкім жоқ үйде. Келінің жас баласы бар, шыға алмады. Күн суық болсын. Содан кейін барып едім, ол менің жалғыз екенімді, дімкәс екенімді білді де, жаңағы коробканы алып шықты. Мен ішке жоғары көтере алмаймын, есіктің алдына отырғызып қойды бір мұздай жерге. Сөйтті де бір сағаттай, 1,5 сағаттай жоғалып кетіп келді. Коробканы ашты кілтімен зорға дегенде. Сөйтті де ішінен сүйектері шықты. Бір пакеттегі сүйегін маған қолыма ұстатты да, қабырғасына жапсырып қойған сүйегінді алған жоқ. Ішінен эксперттердің қорытындысы шықты, қалың. Маған оның ашпай тұрып төбеден міне эксперттен жіберген қорытындысы мынау көшірмесі деп қолыма ұстатты. Мен айттым, сен мынау ашқан ненің қорытындысын берсей, экспертизаның қорытындысын, сен бұны төбеден алып келдің ғой дедім. Жоқ, оны бізге жіберген оны деп, оны бермеді. Мен жерде айқайласып қалдым. Онан кейін бір әйел өтіп барады екен, оған ұрысты, сен кіммен анаңдай адаммен айқайласып тұрсың, сен жұмыстан шығасың ғой, сен бұның не деп. Ол өзі ғой деді де, бір 10-15 баспалдақ бар екен, содан секіріп қашып кетті. Мен жаңағы қолыма кішкене пакеттегі бір сүйегін алып үйге қайттым. Үйге келіп, жаңағы МВД-дағы Шынар деген әйелге звондадым Астанаға. Осылай бермей кетті, менен қашып кетті деп. Экспертизаның қорытындысын бермей кетті деп. Ол қазір сөйлесем деді де хабар берді. Ертең келіңіз береді деді. Мен оған жете алмадым. Тағы 5-6 күннен кейін, 1 аптадан кейін келдім. Жаңағы келе алмадым онан кейін. Онан кейін тағы да Астанаға 4-ші рет бардым. Жаңағы МВД-ның начальнигі сақтаған
Хамитбековке кірдім. Ол өзім істеймін деді. Өзім істеймін деп қалды, бәрін алдырамын, өзім тексеремін, өзім. Ол қазір 1 айдан асты, қазір мен 1-2 рет звондап едім, ойбай мен сыртта жүрмін, ішке кірейін деді. Кейін ешқандай менің немді алмай қойды. Одан да үмітім үзіліп отыр енді. Сонымен бұны мәйітті бірінші көрген адам полицей тергеуші Мирас Маматай деген. Әл-Фараби ровдысынан Өмірбек Оралбекұлы Зиябек. Шымкенттің ровдысы Әл-Фарабиден полиция подполковник Серік Беркінбаев, подполковник Жандос Сұлтанов. Осылардың бәрінің қатысы бар. Осылар істеп отыр, осылар жасырып отыр. Ең ақырғы мәйітті ашқанын компьютерге тіркемей жасырып қойған. Егер Дәлібеков генерал Қайрат тауып бермегенде, бұл өмір бойы табылмай кететін еді. Өйткені біз Дәлібековке шықтық, сағат 3-те қабылдайды деп. Мен докторыма укол салдырып, системамды салдырып шыққанымда сол жерге біреу барды жиппен. Мен осылардың бастығымын, сіз кірмей тұра тұрыңыз, 1 аптада балаңыздың несін тауып береміз деп. Балаңызды тауып береміз деп алдарқатып. Біз көнбей барғанымыз дұрыс болған екен. Сөйтсек баламызды өлтіріп көміп тастапты. Өте қайғылы оқиға, өте сұмдық оқиға. Бірақ осы оқиға маған өте таныс оқиға болып отыр. Себебі бұл оқиға Қазақстан Республикасында болғанымен, анығында мен Қазақстан қоғамын 2017 жылдан бастап дабыл қағып сақтандыра бастадым. Мына зұлым Қытайда адамды тірідей сойып, оның бауырын алады. Әрбір бауыр $320,000 сатылады. Әсіресе жас, қуатты ер және әйел азаматтардың бауыры $300,000 қымбатқа сатылады. Адамның әрбір бүйрегі $250,000 $260,000 болады. Бір адамда 2 бүйрек болады, ол шамамен $500,000 болады. Адамның ең қысқасы мына көздің алмасы, яғни көздің шаригін ұстап тұратын 3 бұрышты жаңағы тіреуіш зат болады. Бұның өзі $30,000 болады. Адамның әрбір ішкі ағзасы, бауыры, жүрегі, тіпті қан тамыры, нерв тамырының әрбір жаңағы сантиметрі мұнша ақша болады деп мен 17 жылдан бастап осы елде дабыл қақтым. Себебі Қытай мен қазақтың қатынасы өте күшейіп кетті. Қытайлар Қазақстанға емін-еркін кіретін болды. Визасыз режим орнады соңғы кезде. Енді соңғы кезде міне қазір қазақтың жас азаматтарын сою, тіпті сәбилерді сою. Сосын соңғы кезде мына Қазақстанның әсіресе иен шеткі аудандарында ауылдың балаларының ізім қайым жоғалып кетуі, жастардың мысалы сіздің ұлыңыз сияқты ізім қайым жоғалып кетуі туып жатыр. Енді міне сіз балаңыздың мәйітін тауыпсыз, бірақ оның ішкі ағзалары жоқ. Бастағы миға дейін ойып алған. Демек бұл жерде бұл қазір Қазақстанда бұл кәдімгідей бизнеске айналып кетті. Ал бұл сұмдық қылмыстық бизнес бүкіл дүние жүзінің назарын аударған. Американың өзі мысалы осы мәселе бойынша Қытайға қанша мәрте санкция салған. Біріккен ұлттар ұйымының өзінде бұл Америка және Канада жағынан көтеріліп Қытайға жаңа неше түрлі айыптаулар тағылған бұл қылмыс. Бірақ бұл жердегі бізді аса сұмдық шошытып отырғаны бұл қылмыстық істің Шымкенттегі құқық қорғау органдары тарапынан, полицейлер тарапынан жасалынуы және жасырылуы. Егер полицейлер бұл сіздің балаңыздың мысалы мәйітін таба алмаса бір сәрі, немесе оны өлтіріп кеткен қылмыскерді таба алмаса бір сәрі, бірақ бұл жердегі полицейлер бар күшін жұмсап бұл оқиғаның ашылуына қарсы болып отыр. Яғни сіз бұл арада осы сіздің балаңыздың өліміне тіке полицейлер күмәнді деп ойлайсыз ба? Жоқ, полицейлер осы қылмыскерді жасырып қана солардан пара алып, соларды жасыруға ғана қатысты дейсіз бе? Әлде олардың балаңыздың өліміне тіке қатысты деп ойлайсыз ба? Олардың полицейлер, прокурорлар, судьялардың менің баламның өліміне тіке қатысты деп ойлаймын. Мынау Әл-Фараби ровдысынан Өмірбек Оралбекұлы Зиябек
Мына полиция подполковнигі Серік Беркінбаев, мен осы Жандос Сұлтанов, бұлардың жаңағы мәйітті бірінші көрген Мирас Маматай, бұлармен мені бірнеше рет кездестім. Бірнеше рет. Мынау екі бастығымен есіктің алдында да кездестім. Ол айтады, бұл істі жабылған бұл іс дейді. Мәйітті аштырдым десем, білем дейді. Бұлар атеист деп отыр, қарға қарғаның көзін шықмайды деген. Қайда барсам істемейді. Істейміз деп алдап жібереді. Сөйтеді, істемейді. Істемейді. Балаңыз қанша жаста? 31 жаста. 31 жаста. Тура осындай жасы толған, денсаулығы жақсы, ауру сырқауы жоқ, физиологиялық қуатты азаматтарды сою бұл Қытайдың өзінде өте кең етек алған бизнес. Сосын Қытайда ең кең етек алған бизнестің біреуі жас сәби балаларды, жеткіншек балаларды, 13-15-ке дейінгі балаларды сою. Артынан бұл Қытайда өте үлкен халықараның назарын аударғаннан кейін бұны Мьянмарға ауыстырды. Мьянмарда Қытайдың дәрігерлері жаңағы неше түрлі халықарадан жұмыс береміз, жаңа туристік шақыртулар, тегін қонақ үй, тегін тур дейтін бәлелерді пайдаланып, алдау сұратып, Мьянмарға алдырып, сосын алдымен жаңағы неге алдырады, Дубайға, Түркияға, сосын ары қарай Таиландқа, сосын Таиланд арқылы Вьетнам, Вьетнам арқылы Мьянмарға алдырып, ең соңында сол Вьетнам жеріне барғанда оңтүстік Шығыс Азияға бас салып ұстап, Мьянмарға кетіп, ары қарай тірідей сояды екен. Енді бұл бизнестің, бұл арам тірліктің қазақ жеріне келетіні ол екі бастан түсінікті, себебі Қазақстан сияқты заң салтанат құрмаған, коррупцияға белшесінен батқан, адамдық құқық сақталмайтын, құқық органдар, полиция, прокуратура, судья жеңішінен жалғасқан, әбден осындай адам өмірін ойыншық қылған, осындай әбден былыққа батқан елде бұндай қылмыс өте кең жаңағы етек алады, өте кең жайылады. Енді балаңызды мысалы тікеден тіке мысалы сіз Түркиядан келер кезде жоғалып кетуіне қатысты мысалы балаңыз одан бұрын қандай да бір денсаулығын тексеріп, қан тапсырып, қандай да бір биологиялық көрсеткіштерін медициналық орталықтарға беріп пе? Мысалы әдетте былай болады. Мысалы менің енді осығанға дейін Қытайда қандай адамдарды соятындығы деген туралы. Мысалы бір сирек кезігетін қан тобының адамы, немесе бүйрегі, бауырында қандай да бір көрсеткіштер, жаңағы бәленбай, 100 мың, түгенбай, миллион адамның ішінен біреу болатын адамдарды, бұлар сол медициналық жаңағы ақпараттар бар ғой, адамның жаңа медициналық орталықтарға тексерілгендегі ақпараттар бар. Соған қарап отырып, мына адам, мынандай пациент, мысалы бауыр, мына пациентке, мына миллионерге бауыр керек, мына миллионерге бүйрек керек, мынаның бүкіл бауыры, бүйрегінің көрсеткіші дәл екен, осыны сою керек деп шешеді екен. Мысалы, тек осы биылдың өзінде бірнеше айдың алдында Қытайда 3 орта мектеп оқушысы 3 жерде жоғалды. Тіпті бір Нанкин қаласында ма, Қытайдың бір үлкен қаласында тіпті аспирантура оқып жатқан жігітті сойып, оны тікеден тіке әскери тікұшақпен мәйітін алып кетіп, ең соңында оны Қытайдың мемлекеттік дәрежедегі бір генералының баласына оның бауыр бүйрегін салғандығы жарияланады. Бұл жел арқылы жарияланып кетеді. Сөйтсе анау өле қалады, ол өле, анау жаңағы аяқ астынан жүрегі ұстап жаңағы комаға түседі, ол түсе қалған жағдайда әскери тікұшақ пайда бола қалады, ол әскери тікұшақтан кейін бірден жаңағы ішкі ағзаны соятын мамандар пайда бола қалады. Сөйтсе ана жақтан бір генералдың баласына тура соның ағзасы дәл келе қалғалым болады қылып, Қытай өкіметі өзінше істі жапқан болады. Бірақ анығында жаңағы ағзасы генералдың баласына тура дәлме-дәл келетін жаңағы аспирант, оның өлімінің өзі тікедей тіке жаңағы генералдың тапсырысымен болғандығы кейін әлеуметтік желіде жазылады. Бірақ бұл Қытайдағы қылмыс. Енді осының барлығын қарасаңыз Қазақстанға келіп жатыр. Яғни сіздің балаңыздың бауыр бүйрегі туралы, қандай да қан типі туралы, жүрегі туралы, қандай да бір медициналық ақпарат бұдан бұрын Шымкенттің медициналық орталықтарына жеткізіліп пе, немесе ол жігіт дәрігерлерге қандай да бір себеппен тексеріліп пе? Мына Герикада тісін емдететін
Bir жолы ауырып қалып, сөрге көрінген Геровка больницасына. Бұрын сөрде тіркелгенбіз ғой біз. Сөрге көрінген, 1-2 жыл бұрын бір ауырып қалып, сөрде бір көрінген тұғын. Өнеген тісін емдетіп жүрді 1-2 рет тістерін. Біздің ауланы салқындау, мұздай су ішеді бар. Енді бұның ағзасы, мен басқа бір кілтипәң ләңкіт бар деп ойламаймын. Бұл ауылдың баласы ғой, қымыз ішіп, айран сүт ішіп өскен, қара шаңырақтың егесі. Басқа балдарым бәрі үй болып жай болып кетті. Менің келетінімді біледі. Мен қорқамын сол. Сол ауылдан біреу қалай алып шықты екен оны. Қалай алып кетті екен. Менің келетінін біліп отыр ғой ол. Алдында ғана сөйлескем. Ең соңғы сөйлескенім мені суреті. Суретті камераға жақындатып, үлкейтіп көрсетіңізші. Камераға жақын. Телефонның алдына қарай жақындатыңыз. Тағы да жақындата түсіңіз. Обал болған екен марқұмға. Жап-жас қыршынынан кетіпті. Алла алдынан жарылқасын енді. Одан басқа не айтамыз енді. Ал енді жалпы бұл оқиғаның міне осыдан енді осыншылық деңгейде көтерді. Өзіңіз Астанаға дейін шапқыладыңыз. Ары қарай билік органдарынан ешқандай бір пайда болған жоқ қой сізге? Жоқ, болмады. Астанаға 4-ші рет бардым ғой осыдан 1 ай бұрын. Бәрі мақұл істейміз, мен істейміз деп қалды ғой, жаңа сақтаған деген. МВД-ның начальник управление дейді. Мен өзім алдырам, өзім тексерем деп. Міне 1 айдан бері мен күнде звондаймын, алмайды телефонымды. 1 рет алды, мен сыртта жүрмін, ішке кірейін деді. Мен жаңа видеолар жіберемін. Жаңа неңді берші дегенімде. Содан кейін мүлде алмай қойды. Балам да звондайды, мен де звондаймын. Болмайды. Содан кейін менің балам, екінші балам сол мәйітке араласып жүгіріп жүр ғой, мені жетектеп, мен өзім жүре алмаймын. Осының соңынан түсті тағы да. Не жерде бұл бағдарламамен Павлодар облысына келген, үй сап қойған. Осының үй салуына кедергі болып, қайта-қайта 1 күн, 5 күн, 1 рет 20 күнге соттап, әйелдерін қорқытып, қайтыңдар Шымкентке, қайтпасаңдар сенің күйеуіңді 7 жылға шейін жала жауып соттатып жібереміз деп, Ертаев облыстық прокурорының 1-ші замы. Өнекей мынау Руслан деген Кембінің адамы, бір полицейлер, бұл балама да тыныштық берместен мен қазір осы балам үйіне келіп отырмын, келіндерім, апа қорқамыз, кеңесші деп шақырып алды. Бұл баланың аты жөні кім? Мына Кембі мен полицейдің қорқытуына ұшырап отырған балаңыздың аты жөні кім? Орынбеков Бағлан Исраилұлы. Ал бұл жігітке билік өкілдерінің қоқан-лоққы жасауына не себеп? Ешқандай себеп жоқ. Бұның 14 бала шағасы бар. Жаңағы жерді 23-ші жылдың басына келген, ауылға барып, ойбай, оңтүстіктен солтүстікке көшіңдер, үй береміз, сарай береміз, мал береміз деген бағдарламамен. Біз жақта жер аз ғой, малды әшейін 1-2 мал асыраймайсың, көп асыраймайсың. Өте тар, таулаймақ, жаңа курорттаймақ, жаңағы жердің бәрін қырған қып сатып тастаған, олар қошап тастаған, бір сиырды бағамайсың. Кешке таман аш келеді. Содан кейін бұл осы жаққа 14 баламен осы жаққа кетті. Енді бұл жігітке сонда ана Шымкенттегілер, яғни жаңағы осы белгісіз жағдайда қастандықпен қайтыс болған інісінің мәселесін көтерме деген талап қоя ма сонда? Менің ойым сол. Бұл жаңағы жүгіріп жүр ғой, менімен бірге Астанаға, мәйітті ашқанда мәйіттің басында болады, шырылдап, мәйітті ашады. Мәйітті ашып, мәйітті ауылға бермей қойды. Жаңа Зиябек деген. Бермей қойды. Өнен кейін сүйерді мұсылмандар несіне көмдірді зорға дегенде. Өнен кейін біз жаңағы сүйектерін алып қалдық тексертуге. Біз Алматыға эксперттерге, жеке эксперттерге
bir tanыстарымыз арқылы барып едік, олар қорықты, біз мәйітті ашқан екен, олар біледі де бізге тыныштық бермейді. Бізді қорқытады деп, менің баламның сүйектерін тексермей қойды. Қазір сүйектер әлі қолында. Астанадан келген эксперт. Балаңыздың сүйегін қолыңызды ұстап отыруда себеп, балаңызды қандай да бір сол қандай да бір қастықпен өлтірді деген бір күдікті дәлелдегіңіз келе ма? Иә, дәлелдегім келеді, бірақ Алматының жаңа жеке эксперттары алмай қойды. Олар бізді қорқытады, біз енді бәрін айттық қой оларға, осылай прокурорлар істеді, полицейлер істеп отыр, солардың істеп отқан ісі бұл деп. Олар бізді мәйітті қайта ашамыз, мәйітті ашқан екен, қайтадан ол біздің соңымызға түседі деп қорқып ашпай қойды. Ал Астанадан барғанға сеніп отқан жоқпыз. Кеше балам біраз жерін оқыған еді, миының қан тамыры, ішек қарны деп бірдеңе жазыпты. Ол жоқ, мидың қаяқтың қан тамыры болады. Қаяқтан ішек түгіл терісін алып қойған деп күдіктеніп отырмыз біз. Терілерін, қолдарының терісін алып қойған. Қолдарының терісін. 9 мәйіттің өлтірілгенін таптық, 1 жыл 9 айда мәйітті аштырдық. Зареңіреп жүріп, баламыз екеуміз. Сондағы білгеніміз осы. Оның ішек қарнын, миын, бәрін шүберек толтырып тастаған, қолдарының терілерін алып қойған. Терісін де алып қойған. Ал бұл полиция органдары бұл мәйітті өздері жерлеген кезде, мысалы бұл мәйітті олар мысалы қайдан кезіктірді, қайдан таптық деп құжат толтырады. Мысалы кез келген елге белгілі, мысалы бір өзен бойынан, қаланың сыртынан, кез келген жерден қандықолдар біреуді өлтіріп, жаңағыны тастап кетті. Енді оның мәйітін халық көріп полиция оны ары бері иесін іздеді де тапалмағаннан кейін жерледі дейді. Әдетте полицей бұндай белгісіз мәйіттерді бірінші кезекте алдымен полицейдің желісіне шығарды. Одан ары қарай болмағанда жаңағы телеарна арқылы, газет арқылы мына мәйітті кім деп іздеу жариялайды. Осы процестер болды ма Шымкенттің полициясы? Жоқ, олар сол қолыстан таптық деп жазылған анау мәйіттің несіне. Жаңа бала айтады жаңағы, мирас деген. Сүйерден таптық, етіл спиртінен қайтыс болған. Үнекейін біздің Төле би ауданы Шымкент қаласына өте жақын. Үнекейін қалтасында паспортының көшірмесі болған. Ол өзім ойында отыр, паспортының көшірмесі болған. Сол Төле би ауданы Шымкентке 20 минутта барады. Төле би ауданы. Тура сол қолысқа. Иә, содан оны хабарламаған. Оның қалтасында паспорттың көшірмесі болса, оның бүкіл базасын анықтауға болады. Енді олар неге оның ақ иесімен, туыс туғанмен хабарласпай мәйітті өз бетімен жерлейді? Бұл заңға қайшы ғой. Иә, ешқандай хабарламаған, ең ақыры компьютерге тіркемеген. Компьютерге тіркесе біз 9 ай кейін іздеген кезде компьютерін шығарады ғой, біреу болмаса біреу көрер еді. Жоқ, компьютерге де тіркемеген, сол кезде тығып барып көміп тастаған. Хабарламаған. Төле би ауданына да, туысқандарына да, әке шешесіне де хабарламаған. Олар өздері де мойындап отыр. Хабарлаған жоқ бізде. Ал әдетте мысалы белгісіз мәйіт табылатын болса, бірінші кезекте ол мәйіттің DNA алыну керек, оның қан типі алыну керек, ондай да физикалық, мысалы ол белгісіз мәйіт болған. Оның ақпараттары базада сақталу керек, полицейдің ішкі хабарлама жүйесіне мына мәйіттің иесін іздеу туралы хабар берілу керек, ақпаратқа телеарнаға. Ал мына мәйіттің тіпті қалтасында тұр. Ал ондай жағдайда олардың хабарламай көмес алуға қандай қақылар бар? Ал сіз осы бойынша жоғарғы сотқа хабарламай, өздерінің құқығын пайдаланып, ешқандай ол мәйіттің иесіне, тұрғылықты жердегі құқық органдарына хабарламай, өз беттерінше мәйіт көмес алғандығы үшін сіз сол полицейлердің үстінен жоғарғы тарапқа арыз ұсындыңыз ба? Бұл олардың қызметтегі қателіктері ғой. Иә, біз арызды сөйтіп жазып жатырмыз ғой, солардың іс қозғаңдар, қылмыстық іс, мәйітті ашыңдар. Жоқ, ашпайды.
қозғамайды. Жаңағы салғыртып қойған дей береді. Ешқандай хабарламаған, компьютерге де тіркемеген, жайлап апарып көміп тастаған болды. Бір жыл 9 ай дегенде мәйітті аштық, сонда білдік оны. Сол баламыз екенін білдік, өнекейін соның ағзаларын бәрін алып қойғанын білдік. Ең ақыры қолдарының терісini жиналып қойған. Енді міне жүрміз 2,5 жыл болды міне. Енді мына балама тыныштық бермей жатыр. Жаңағы прокурорлар, прокурорлар, жаңа полицейлер өшерін кем бізді тыныштық бермей жатыр. Бұл тыныштық бермей жатқан прокурорлардың аты жөнін, кем толық аты жөнін жариялаңызшы. Ертаев, облыс прокурорының бірінші замы. Ертаев, біздің Қазығұрттың адам екен, сіргел екен руы. Біз анада баламыз екен, ол отыр, үндемейді. Біз айтып жатырмыз, саусағын ұшында тырнағын тазалап отыр. Өнекейін Кембіден Руслан деген Жамбылдың жігіті. Руслан Жамбылдың жігіті өшерде. Енді ол не шығар, Астанадан шығар, Кембінің адамы. Осылар тыныштық бермей жатыр балама. Балам жаңағы үйіне ремонттап жатқан жерінен сентябрьдің 20-сынан бастап сол үйіне келіп 3 күн тиіскен. Кет, неге кет? Шымкент облысына кет, Шымкент қаласына кет. Жаңа әйтсем біз саған тыныштық бермейміз деп баламды жазықтан 20 күнге қамап тастады соттап. Павлодардың Руслан дегендер Павлодардың Павлодардың Кембісі, иә, Кембінің адамы. Жаңа Ертаев осы жердегі Павлодар облысының прокурорының бірінші замы. Олар сіздің балаңызды Шымкентке кет дейді. Шымкентке кет дейді. Бұл жаңағы 2 үй салып, айтып отырмын ғой, жаңа жылдың басында келген жер берместен келіндерім облыс әкімнің қабылдауына кіреміз деп түнге дейін кетпестен бала шағасын ертіп барып, ана жерді тартып алғандай қылып алды. Ол жерде бір 400 үй отырады деген 20 шақты ма 15 шақты ма үй қапты. Сол жерден берді. Сөйтіп бұлар енді бірінші фундаментті августтың 31-іне құйды. 2 үй салды. 2 этаж қылып. Соны былтыр әйтеуір жауып қойды, биыл енді сол әрекет қылып кірейін десе, сол істеп жатқан жерінің үйінің ішіне кіріп, қайта тыныштық бермей, 3 күн тыныштық берместен ақыр қамап тынды. Содан кешігіп бұл ол үйді істей алмай қалды. Қамағанда қандай себеп көрсетті қамады? Олардың қандай құқықтары бар қамауға? Неге кет дейді, Шымкентке кет дейді. Жаңа бұлар 300 үйлер көшіп келеді дегенде, жаңағы салған үйлерінде тұрамай деген, 6 ай отыра дегенде, бәрі сол біздің Түркістан облысынан, мысалы Жетісайдан, Шардарадан, Сарыағаштан, Сайрамнан көшіп келеді дегенде, сол қайтадан кетеді екен. Рұқсат болса, балаңыз бере ала ма? Ау. Балаңыз қазір қасыңызда сұхбат бере ала ма? Иә, сонда. Енді сол енді ана үйдің істемей қалды, енді тағы да Астанаға қарай не күні жаңағы Путин келетін күні бұл білмейді да, 1-2 бөлмелі квартираны ремонттаймын деп бұл өзі стройкада істейді, үйді салалады, малды да бағалады. Соны кейін келді ғой, соны кейін ана үйді өзі салды ғой, фундаментінен бастап. Оны кейін бұл жаңа Астанаға кетіп баратса, несімен балдызы әйелін шақырған, мен асхана аштым, адам таппай жатырмын, келіңдер, қыстай істеп шығыңдар деп. Бұл ана 2 бөлмелі бір үйді ремонттап, қыстай бала шағамды асырап шығайын деп кетіп баратса, артынан қуып барып, қайтарып, ұстап алып, қолын қайырып, қайтарып әкеп, жаңағы не қылды ғой, жібермей қойды. Ойбай, ана Путин келатыр,
деп. Путин бір малшы құрылысшы қазақты не қатысы бар екен ол? Жай өзі тірлігімен жүрген қазақ. Ол Путинмен не қатысы бар екен олардың айтысында? Оларды бір апта қоя тұршы деп, одан кейін бір аптадан кейін тағы шыққан ғой, тағы да сен бірдеңе істеме, неғып бара бересің Астанаға деп, тағы да 2 рет қайтарып алып келіп отыр енді шығармастан. Астанаға қарай жіберместен отыр баламды. Енді бұл жерден бір досы келді ауылдан. Сол екеуі осы жерден бір жұмыс табылса деп ойлаймын енді. Бала шағасының алдында Астанасы бар болсын, өзі соларға бере салшы Астананы. Осы жерден бір жұмыс тауып алыңдаршы деп шырылдап отырмын енді. Мына бала шағасын кешке қорқып жатыр. Келіндерім де қорқып жатыр, балдары кішкентай әлі. Майда балдар өңшең. Маған апа келші, апа біздің қолымызда отыршы, біз қорқамыз дейді. Мен бұған айтып отырмын енді, айналайын бір кішкентай жұмыс болса осы жерде істеші, Астананы соларға бере салшы. Құрсын деп отырмын енді, білмеймін жұмыс табыла ма, бұл жерден табылмай ма. Павлодардың қай қазір өзінде ме? Павлодардың Павлодар ауданында. Қазір Павлодардың қаласының ішінен ана отыратын, қазіргі отырған жері өте нашар. Ана балдар қайта-қайта ауыра бергеннен кейін 4-5 айлық шақалақ бар. Қайта-қайта ауырып қала бергеннен кейін мына жерден кеше алдың күні екі семьясына 2 квартира жалдап берді. Осы Павлодар ауданының әкімдері. Сода отыр енді, мен айтып отырмын, осы квартирадан шықпашы. Осы жерде жұмыста істеп шығыңдаршы, жабылып бәрің. Деп жалынып отырмын енді, бұл жерде жұмыс бар ма, әлі іздеп таппай жатыр. Жұмыс болса осы жерде бала шағасының алдында отырсыншы деп отырмын. Білмеймін енді. Тағы қандай шабуыл жасайды. Оған келіндерім кетпе, бізге тағы шабуыл жасайды деп, үрей мен қорқыныштың үстінде отыр. Мен сіздің баланың жағдайын, қазір менде мұндай бір жоспар пайда болды. Осы Америкаға және бүкіл дүние жүзіне әйгілі мына Қытайдағы адамдарды сойып ішкі сату қылмысын бүкіл дүние жүзіне әшкерелеген өте бір мықты саяси қайраткер бар. Ол Америкада, Вашингтонда тұрады. Мен ол кісіменен тіке араласамын. Мәрте дастарқандас болдық, қонақ үйде жаңағы бірге жиналыстарға қатыстық, бір конференцияларға. Ол кісі де мына мен көтерген тақырып Қытай геноциді тақырыбын көтерушілердің біреуі. Былтыр Вашингтонда конференцияда бірге болдық. Өзі соңғы рет осы бірнеше айдың алдында бір рет тағы осы Қазақстандағы жастарды жаңағы нақақ алдап бір бүйрегін алып алу оқиғасы бойынша бізге бір жігіт хабарласты. Оны алдап сулап, өзінің және әйелінің бір бүйрегін Алматыдағы дәрігерлер сол докторханаға келген кезінде бүйрегін алып алған. Алдап алып алған. Және оларды алдап сулап, сенің бір бүйрегің жарамсыз болды, ақ болды, көк болды деп бір тиын тебен берген. Тіпті бір жоқтың қасында тиын тебен беріп, өзінде әйелінде қорқытып, істі жауып қойған. Осы мәселені мен ол кісіге көтердім. Қазір Қытайдың мына адам ағзасын сату бизнесі, әсіресе жастардың бауыр бүйрегін сату бизнесі Қазақстанның бюрократиялық жүйесінде кеңінен етек алып барады деген тақырыпты көтердім. Ол кісі бұл мәселені Американың конгресінде көтергендігін бірнеше ай бұрын маған айтқан болатын. Енді менде қазір мынандай ой болды. Сіз өз қолыңызда бар барлық құжаттарды оңыз келініңіз арқылы, соның ішіндегі аса маңызды деген жерлерін, балаңыздың толық ақпаратын, болған оқиға қашан қайтыс болды, өзіңіз алған мәйітті қашан қаттыңыз, сол кездегі сараптамадағы негізгі жер өзіңіздің күдігіңіз, оның ішкі ағзасының жоқ екендігі айтылғандығы туралы дәлелді құжаттардың барлығын, өздеріңіздің баяндауларыңызды бөлек маған қазақ тілінде жазып, жаңа өзіңіз білетін менің WhatsApp нөміріме жіберіп беріңіз. Мен осы бойынша сол америкалық жаңағы адам ағзасы заңсыз саудалау қылмысын әлемге әшкерелеген адамға сіздердің оқиғаларыңызды жеткізейін. Сосын сіздердің контактілеріңізді беремін. Ол кісі енді өзі арнайы аудармашысы бар, қазақ тілінде, тағы басқа тілде. Бұндай бизнес бір кезде Тәжікстанда да күшейген деген сияқты. Сосын
ол кісілер мүмкін өзінің аудармашысы арқылы сіздермен тіке хабарласуы мүмкін, немесе мен арқылы тіке хабарласуы мүмкін. Менің ойымда сіздің балаңызды қастандықпен өлтірді, сосын оны әдейіге қылмысты жасыру үшін жаңағы жасырын көміп қойған белгілі болып тұр. Балаңыздың ішкі ағзасын тұтасымен алып алудағы себебі балаңыздың бір өзінің ішкі ағзасынан олар $1 миллион жасады. Қытайға олар сол балаңыздың ішкі ағзасын сол Қытайға сатты. Енді жұрттың бәрі ойлайды, Шымкент қайда, Қытай қайда. Қазір ана кішкентай дипломат чемоданның үлкендігіндей ғана кәдімгі мектеп баласының көтеріп жүретін боқшасындай холодильниктер пайда болды, батарейкамен жүретін. Баланың жаңағы бауырын, екі бүйрегін, тағы басқа ағзаларын соған салып, мұздатқышқа салады да Қытайға ұшақпен ұшыра салды. Қазір Қазақстанда сәбилердің жоғалуы, жастардың жоғалуы тікеден тіке осы адам ағзасы саудасына байланысты. Яғни Қытайда ішкі ағзалары құрыған, туғанда нашар туған, бауыры іріп кеткен, өкпесі іріп кеткен, немесе бүйрегі жарамсыз болған, бүйректеріне диализ жасайтын, немесе тума бүйрегі кем адамдарға сол Қазақстан сияқты бюрократияға, зұлымдыққа батқан елдің жастарының, жасөспірімдерінің ішкі ағзаларын ауыстырып салады. Ал оған көмектесуші Қазақстандағы мынау қылмысқа батқан дәрігерлерменен Қазақстандағы бюрократияға белшесінен батқан құқық органдары. Ендеше мен сіздің ісіңізді осы күдік бойынша сол кісіге жеткізейін. Ары қарай ол кісі бұны халықаралық деңгейде мүмкін көтереді. Бірақ дәл қазір тек алдымен сіздің құжаттарыңызбен танысайық бірінші кезекте. Менен енді өз қолымнан сізге келетін жаңағы көмегім осы. Ал енді сіздің осы сұхбатыңыздан қандай да бір қазақ қоғамына бір дабыл қағылды деп ойлаймын. Мысалы, сіз міне бауыр етіңіз балаңыздан міне айырылып, қайғы жұтып, қан құсып отырсыз. Бұл үлкен қасірет. Және осындай өз елінде, өз жерінде, өз туған жерінде зұлымдыққа ұшырап, міне құқық органдары тарапынан осындай әділетсіздік ұшырап отыр. Міне қалтасында құжаты барлығына қарамай, туыстарына хабарланбай көміледі. Полицияның ақпаратында да не ашық ақпарат айтылмайды. Мәйітті жасырады. Ал мәйітті әзер дегенде рұқсатын алып қаздырғанда ішкі ағзасының бәрі жоқ. Оның орнына матаны бүктеп салып қойған. Ендеше ішкі ағза қайда? Кім сойды? Кім көмуге рұқсат берді? Осының бәрін анықтауға тура келеді. Енді сіз осы мәселе бойынша Қазақстандағы бірден бір америкалық медиа Азаттық радиосына хабарласып көрдіңіз ба? Жоқ, біз бірінші келгенде, Астанаға келгенде Азаттық радиосы ән түсірген. Бірінші келген. Кейін оларды да қорқытты ма білмеймін, кейін шықпай қойды. Бір рет түсірді. Сіз Азаттық радиосының Астанадағы, Алматыдағы офисіне тіке барып, лауазымды басшылармен кезікпедіңіз бе? Әрине, Азаттық радиосындағы қызметкерлердің бәрі демейміз, кейбіреусі Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің бопсасына ұшыраған, қорқытуына ұшыраған. Мысалы, олардың кейбіреулерінің әйелдері, бауырлары, інілері, ағалары мемлекеттік органдарда қызмет істейді. Кейбіреулерінің балалары болашақ бағдарламасымен шетелде ылқып-шылқып оқып отыр. Кейбіреулері сол билікпен астасқан, бірақ мына жақтан Американың радиосында журналист деген жалған атақты алып, жаңағы көтеруге тиісті тақырыпты көтермей, көтермеуге тиісті тақырыпты көтеріп, кембінің тапсырмасын орындап отыр. Бірақ менің сізге айтатын ұсынысым, бүкіл Азаттықты сатып алған жоқ. Оның ішінде кейбір журналистерді, кейбір шешім қабылдайтын адамдарды сатып алды. Ол екі бастан анық. Мысалы, Азаттықтың кешегі сұхбатының өзінде Азаттықтың журналисті анау кезіндегі Әміржан Қосановтың одақтасы 30 жыл бойы биліктің маймылы болып, өтірік оппозиция болып, Әміржан Қосановтың партиясында жүрген Дос Көшім деген алаяқтан сұхбат алып отыр. Азаттық үнемі сол биліктің маймылдары Дос Көшім, Расул Жұмалы, Айдос Сарым, жаңағы Ерлан Қарин деген маймылдарды, жаңағы Абзал Құспан деген биліктің титушка маймылдарынан фейк оппозиция сияқты осындай немелерден сұхбат алып, әдейіге халыққа оларды бір тұлға қылып сомдағысы келеді.
Иә, Азаттықтың осындай журналистері сатылды. Олар шын мәнінде КМБ-ның тапсырмасы бойынша мынау біздің қолдан жасаған жұлдыздарымыз, мынау біздің үруге рұқсаты бар иттеріміз, билеуге рұқсаты бар маймылдарымыз енді осыны билетіп, Қазақстанда демократия бар деген мысалы дос көшім міне керемет билікті де сынайды, керемет жаңағы айтады, бірақ өмір бойы сол ең соңында жаңа халықты айналдырып келіп биліктің қорасына кіргізтеді. Осыны ғана жұлдыз жасаңдар деп тапсырма береді. Ал Азаттықтың журналистері тұрақты түрде сол биліктің маймылдарын жұлдыз жасайды мысалы. Енді сіз сондықтан Азаттықтың бәрі сатылды демеймін. Сондықтан оның ішіндегі бір ұяты бар, намысы бар, әлі сатылмаған, немесе сатылса да бағасы келіспей жүрген, болашақта сатылуы мүмкін, бірақ бүгін сатылмаған журналистерге бар, мекемесінің алдына бар, лауазымды басшылармен кездесіп, осы мәселенің маңыздылығын көтеріп, зұлымдық ұшырағаныңызды айтып, әлі де шағымданғаныңыз абзал деп ойлаймын. Себебі Азаттық қалай демесін Американың конгресіне қарайтын Қазақстандағы бірден бір мен. Иә, олардың бірнешеуінің менде телефоны бар. Бірінші барғанымызда түсірді. Абзал ғой. Телефоннан хабарластыңыз, олар ешқашан жауап бермейді. Ал мекемесіне барып тұрып, осы мәселені неге көтермейсіздер десеңіз, мүмкін олар жаңағы ойланып қалады. Енді мен бір өзім қазір мына баламды шығармай отыр Павлодардан. Астанаға қарай шықса болды, жаңағы жолдан ұстап алып, жаңағы КМБ бар, полициясы бар, ұстап алып, қайтарып алып келіп қояды. Телефонын алып қойды. Енді бұл шығуға қорқып отырмын. Мені бұл жетектемесе мен бір өзім жүре алмаймын. Сіздер онда Астанаға шығатын күні менімен хабарласыңыз. Сіздерменен мен WhatsApp-та немесе сіздерменен тікелей YouTube-те өстіп сөйлесіп отырайық. Содан сіздерді Астанадан жолдан КМБ тоқтатқан кезде бүкіл барысты сіз қолыңызда телефон ұстап, экранның қарсы камераны қойып КМБ-ді түсіріп көріңіз. Не үшін Қазақстан Республикасының азаматы Қазақстан территориясының ішінде жүріп тұру құқы шектелуі керек екен? Қазақстанда туып өскен неге қазақ жерінің мына бір жерінен ана жеріне бару үшін сіздерге шектеме қойылуы керек екен? Сіздер қылмыскер емессіздер, пробациялық бақылауда емессіздер. КМБ-ның, полицияның сіздерге бүйтіп анда бар, мында барма деуге ешқандай құқысы жоқ. Мен ойлаймын, енді осы бауырын бұл іздеп жатыр ғой, менімен қосылып, мені сүйрелеп жүр. Енді соған істеген кедергісі шығар деп ойлаймын. Өйткені қара фотолары, аты жөндері маған керек. Біз оларға түптің түбінде халықарадан жаза қолдануға біз тырысамыз. Ертең Қазақстанда билік ауысқан кезде олар абсолютті жазаланады. Ол екі бастан анық. Бірақ қазірдің өзінде бұл адамдар және оларға бұйрық беріп, сол осы тапсырманы орындатып отырғандарға қандай да бір батыс тарапынан санкция салдыруға, олардың жеке басына жаза қолдануға біз қарекет жасап көреміз. Сондықтан сіздерге зұлымдық жасаған адамдардың бірінші аты жөні, фотосы, лауазымы, кім екендігі туралы дәлел деректерді өздеріңіз алып бізге беріп отырғандарыңыз абзал. Және келесі жол Астанаға жүруді жоспарласаңыздар, міндетті түрде менімен тікелей эфирде отырыңыздар. Және КМБ сіздердің көліктеріңізді тоқтатқанда, қандай да бір кедергі жасағанда, оларды фотоға, видеоға түсіріп, маған жіберіп тастауға тырысыңыздар. Мағыл, мына екі балам келісіп отыр соған. Мен алдымда отыр. Енді бұл Павлодарда жұмыс жоқ дейді. Бұлар іздеп жатыр, ары шарқ ұрып, бері шарқ ұрып. Енді екеуінде семьясы сенің зарядың өшті. Өшіп жатыр енді. Деп енді отыр, енді жұмыс таппай, былай шығайын, жолға шығайын десе, жаңағылар тыныштық бермейді. Енді не істерін білмей отыр, мына шеттей ба, жағасы мына жерде аш. Квартира берді әйтеуір. Енді бұны қыстай бұларды асырап шығу керек қой. Не істерін білмей отыр. Сол мен ойлаймын, сол Шымкентте жаңағы мына Ғабит Қасымбекұлы, Мұханов дегендер күшті. Солардың бұйрығы деймін, мына баласына тыныштық бермеңдер, миын ашып тастаңдар, кедергі болыңдар деп қарға қарғаның көзін шықмайды дейді ғой. Солардың несі ау деп ойлаймын енді. Жақсы. Онда менімен тұрақты байланыста болып отырыңыз. Менің жеке контактымды, балаңыздың телефонына мен жаздым, білесіздер.
қандай да сол кісілердің аты жөнін тағы басқа дерек соны анығымен абзасымен әдемілеп жазып менің жекеме жіберіп беріңіздер. Электрондық поштамда мен сіздердің WhatsApp-ыңызға жіберем. Сол бойынша электрондық поштаға жаңағы бүкіл деректерді қазақша жазып берсеңіздер, мен жаңағы кісіге жеткізуге тырысамын. Жарайды. Жақсы, аман болыңыз. Құдай қуат берсін, қайғырмаңыз. Жаратушының сынағы неше түрлі болады. Алла басыңызға үлкен сынақ салған екен. Ендеше осы үлкен сынақтың артында да үлкен бір жақсылық болады. Енді ұлыңыз қыршыннан қиылыпты, жастай кетіпті. Жаратушы Алла енді оның жанын жәннаттық қылсын, ал көрмеген қызығын сіздерге несіп қылсын. Бірақ зұлымдықпен күресіп жатсыз. Әрбір осы күрес жолында сіздің және бала шағаңыздың істеген қадамы, зұлымдыққа қарсы ақиқатқа жету үшін істеген қадамдарыңызға Алла сауап жазсын. Аман болыңыздар. Рахмет. Менімен тұрақты байланыста болып отырыңыздар. Жарайды. Балам тыңдап отыр бәрін. Жақсы, аман сау болыңыздар. Құрметті қазақ елі, міне бүгінгі сұхбатты көрдіңіздер. Бұл Қазақстанда соңғы кезде күннен күнге етек алып, күшейіп, асқынып бара жатқан сұмдық оқиға. Бұл жасөспірімдер мен жастарды ұрлап алып кетіп, беймезгіл барымталап кетіп, белгісіз жағдайда өлді деп жариялап, дәрігерлер мен құқық органдары, қылмыстық топтар астасып, осы жасөспірімдер мен жастардың ішкі ағзаларын Қытай асырады. Білесіздер, бір адамның ішкі ағзасынан кемі $1 миллион жасауға болады. Бұл Қытайда өте кең жайылған қылмыстық бизнес. Қытай 1999 жылдан 2000 жылдың айналасында мөлшермен 5 миллионда 6 миллион Фалунгун мүриттерінің ағзасын сойып сатты делінеді. Ал Қытай мынау Шығыс Түркістан, Шыңжаңдағы қазақтарды, ұйғырларды, қырғыздарды фашист концлагерьге қамағанда да олардың бір бөлігін, әсіресе ұйғырлардың бір бөлігін осы ішкі ағза тірлігіне қарай ойыстырып жіберді дейді. Яғни қазіргі халықарада біртұтас бірлікке келген көзқарас бойынша мөлшермен 3 миллион ұйғыр, мөлшермен 500 мыңда 700 мың қазақ, мөлшермен 150 мыңдай қырғыз, кейбір деректерде 50 мыңдай қырғыз Қытайдың Шыңжаңдағы, Шығыс Түркістандағы фашистік концлагеріне қамалды делінеді. Және бұлардың ішіндегі дене қуаты жақсы, организмі қуатты жастар мен жасөспірімдер сол ішкі Қытайда нақақтан сойылып, жаңағы олардың бауыр бүйректері ағза саудасына салынып кетті дейді. Яғни адам қасапханасына тоғытылды дейді. Және оның бір дәлелі соңғы кезде Қытайға барып бауырын бүйрегін ауыстыратын аталмыш арабтар көбейген. Және бұлар өте ажуалы түрде айтқанда өте тақуа болғандықтан, олар арақ ішетін, шошқа жейтін кәпір Қытайдың бауыр бүйрегін саса халал болмай қалады деп, өздеріне халал бауыр бүйректі салуды талап қылады екен. Ал Қытайлар бұндай сұранысқа сай Қытайдағы мұсылман, қазақ, ұйғыр, қырғыздардың, татар, тәжіктердің бауыр бүйрегін әлгі өте аталмыш тақуа арабтардың денесіне салып береді екен. Яғни арабтардың құрған бүйрегін алып, жаңағы мұсылмандардың бүйрегін салып, олардың құрған бауырын алып, әлгі мұсылмандардың бауырын салып береді екен. Енді сіздерге бәрі белгілі. Мысалы, 60-қа келген бір шал, екі бүйрегі құрған істен шыққан шал, сақал мұрты ағарып кеткен шал, 20 жастағы жігіттің екі бүйрегін салатын болса, онда оның жасы дейді, 60 қосылған 20 бөлінген 2, яғни 40-қа қайтады дейді. 60-қа 20-ны қоссаңыз 80, 2-ге бөлсеңіз 40 болады. Сонда 20 жастағы жігіттің бүйрегін салған кезде 60 жастағы шал 40-тағы жігіт ағасы сияқты болып ойнақтап шыға келеді дейді. Ағарған сақал мұртынан шашына дейін қайтадан қарая бастайды дейді. Міне көрдіңіз бе? Ал бауыры құрығанда да сондай дейді. Бауыры құрып, қан айналысы дұрыс болмай, беті сарғайып кеткен 60-тан 70-тен асқан кісіге 20-30-дағы жас жігіттердің бауырын салған кезде бірден өміршеңдік артып, бетіндегі әжіміне дейін кетіп, әлсіреген көзіне дейін кәдімгідей қуаттанып, көзәйнегін лақтырып,
кәдімгі көзейнексіз кітап оқып кетеді дейді. Тіпті қайтадан жастар ұқсап, ойнақтап, жүгіріп, секіріп кетеді дейді. Міне бұл қазіргі адамзат қоғамындағы ең сұмдық, ең зұлым қылмыс. Ал осы сұмдық қылмыс дәл қазір коррупцияға батқан, зұлымдыққа батқан қазақ жерінде етек алып жатыр. Сақ бол қазақ, ойлан қазақ. Бір нәрсені қайталап тұрып, қадағалап тұрып, астын сызып тұрып, қайталап тұрып айтамын. Қазақтың басындағы мың сан қасіреттің бір ғана қайнар көзі бар, ол зұлым билік. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы.